Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Осылай 4 жұмыртқаға 6 ас қасық қант қосып, жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұз салып, жалғасты жақсылап араластырамыз. Осы құймаққа жалпы 400 грамм ұн қажет. Ұнды осылай аз-аздан қосып отырамын. 400 миллиграмм сүт қажет болады. Сүт жылыған болу керек. Сүтті құйып болған соң, ұнды азырақ салып, тағы араластырамыз. Енді сүттен аз мөлшерде құйып, тағы араластырамыз. Сосын ұннан аз мөлшерде саламыз, тағы араластырамыз. Біркелкі массаға дейін. Сүттің қалған бөлігін құйып, тағы жақсылап араластырамыз. «400 миллиграмм қайнаған су құямыз. Су міндетті түрде қайнаған болу керек. Аз-аздан құйып, тез-тез араластырамыз. Алты ас қасық сұйық майды құямыз, жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай біркелкі сұйық масса шықты. Табамызды алғашында майлап аламыз, сосын майламаймыз. Енді аз-аздан құйып, құймағымызды пісіретін боламыз. Бірінші беті піскен соң, осылай екінші бетін аударып пісіреміз. От қалыпты болу керек.
Міне біздің құймағымыз дайын болды. Өте дәмді болды. Жыртылмайды. Сондай тәтті болып шықты. Рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналымның дамуы үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.